Азаттықты аңсаған Алаш арысы Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада Әбдіхамит Жындыбаевтың 130 жылдығына арналған республикалық конференция өтті. Шараға елімізге белгілі ғалымдар мен ғылыми қызметкерлер қатысты. Жиында Алаш арысының есімі ұлықталып, тарих қойнауынан сыр шертілді. Жиынға елімізге белгілі ғалымдар онлайн қосылды. Тарихтың ашылмаған сырларын өскелең ұрпаққа жеткізуді мұрат еткен ғылым өкілдері баяндама жасады. Ондағы мақсат ақтөбелік Алаш қозғалысының мүшесі Әбдіхамит Жындыбаевтың ерлігі мен еңбегін тарих сахнасында қалдыру. Жерлестері қобдалықтар да арнайы қатысты. Алаш партиясын құрған адамдардың бірі қобдалық жерлесіміз. Алаш ордашылармен бірге Әлихан Бөкейхановпенен, Әлихан Байменовтермен, Ахмет Байтұрсыновтармен, Міржақып Дулатовтармен бірге осы Алаш партиясын құрып, сол партияның программасын жазған 7 адамның бірі. Өзі қобдалық, біздің жерлесіміз, бірінші журналист, аудармашы. Ол ұлтның азаттығы мен тәуелсіздігі үшін күресіп, ел бірлігі мен жер тұтастығы жолында жанын қиған батыр тұлға. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін осы Әлихандармен бірге бұлар қазақ газетінің айналасына топтасады. Қазақ зиялы қауымы. Соның бірі осы Әбдіхамит Жындыбаев та бірге сол қазақ газетінің айналасына топтасып, Қазақ автономиялы республикасын құрғысы келеді. Бұл азаматтар осы бүгінгі күнді аңсаған азаматтар. Олар осы бүгінгі тәуелсіздік алғанымызды көре алмай кетіп отыр. Өздерінің жанын қиды осы тәуелсіздік алу үшін. Ел жадында сақталар ерекше құрметке ие болуға тиіс тұлғаның бірі Әбдіхамит Жындыбаев. Қысқа ғана ғұмырында Алаш қозғалысына қатысып, топ бастап, ерлік көрсетті. Сондай-ақ қазақ газетінің шығуына да өзіндік үлесін қосқан. Эльмира Көшекбай, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.